Alo. Assalamualaikum. Береке. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсыз ба? Жақсы. Әлі сол баяғы диқанкершілік па? Енді. Иә. Тұлпар құтты болсын. Рахмет. Ассалаумалейкум, Нұржан аға. Көлікте отырған Қайрош па? Қайрош қой. Ауылға алып келгем ғой. Соған тырысып отыр ғой. Аға, отырыңыз. Рахмет. Ауылға балаң түгілі өзіңде келуді қойдың ғой. Босамай қалдық қой. Жұмыс деген қызы батыр. Айтпақшы, үйіңді сатам деп жазып қойыпсың. Жай ма? Сол сатсам ба деп, сол ана кілтті де алып кебедім. Клиенттер келіп жатса бір үйді көрсетіп берсең, ереке. Көршімсің ғой, кілтін беріп кетейін. Көмегің болсын. Болды. Қолдан келгенше көмектесем. Дұрыс болар еді. Жалпы саған ризамын көрші. Қашан көрсем әйтеуір бала шағаммен жер жүріп жатасың. Осының бір пайдасы бар ма? Пайданың көкесі осы адал еңбекте ғой көрші. Қайдам. Осы уақытқа дейін бір дүние жинап, бір тәуір көлік мінгенді көрмедік қой. Көрші. Еткен еңбегім күнделікті тіршілігіме жетеді. Одан қалса, қарыздарымнан құтылып, депозитке салып жатқан жайым бар. Қой, көрші. Миллиондап тауып жатсам да мен депозитке сала алмайым. Сен қалай салып жүрсің? Міне, сен мені дұрыс түсінбедің көрші. Қарызымды өтеп жүрмін дегенім, жасы келген ата-анама қарап, оларға шамам келгенше жағдай жасап жатырмын. Ал депозитке салып жатырмын дегенім, балаларыма дұрыс тәрбие беріп, оларды өмірлік күреске дайындап жатырмын. Ертең балам ісімді жалғастырып жатса, депозит емей немене, Бәсе. Мүмкін сенікі де дұрыс шығар. Бірақ мен депозитке емес, баламның біліміне ақша жұмсап жатырмын. Мүмкін болашақта менен де ақылды болып кетер. Пап! Не болды? Қайтайықшы қалаға. Қайрош, бергел. Не үшін? Бергел. Қош, үстім шаң болады. Нағашына аумай, ұқсап қалған. Міне, көрші, балаңа ең әуелі білім емес, тәрбие беру керек. Ол тәрбиесіз алған білім адамзаттың қас жауы деген. Ой, көрші, қайдағын айтасың? Тәрбиенің көкесі мына менде ғой. Қайдам? Ана тәрбиен көліктен түсе алмай отыр ғой, шаң болады деп. Қайрош! Ау! Бергел. Не үшін? Ой, қырсық неме, бергел бер. Амандаспайсың ба көкіңмен? Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Қалайсыздың не сенің? Алейкум салам деп айтпайсың ба дұрыстап? Қайда барасың енді? Машинаға. Бар машинаға. Басқа қайда барам? Ой, қырсық неме. Ана қатынның тәрбиесі. Деден келет жүрген? Қой, көрші. Ол ер адамға үш нәрсенің айыбын айтуға болмайды. Әйеліңнің, балаңның және өз үйіңнің. Түсінбедім. Енді әйелің өз таңдауың. Балаң өз қаның. Сенің тәрбиең. Ал үйіңді өзің салғансың. Негіз сәл қателестім. Кішкентайынан жұдырығымда ұстағанымда бұнда ерке тұтай болмас еді. Қайдам. Бүгін ертең балаңды жұдырығыңда ұстарсың. Ал ертең ол ер жетіп, сен қартаясың. Сонда не амал істемексің? Ол үй, көлік, байлық деген балаға мирас болмайды. Балаға дұрыс тәрбиеден басқа еш нәрсе қалдыра алмайсың. Балаңда қарапайым лебізіңмен сыйлата білмесең, қорқаталықтан түк те шықпайды. Сонда не істеуім керек?
Әке, мен шақырдыңыз ба? Түскі астың уақыты болды ау шамасы, а? Қазір. Аға, қолыңызға су құйып жіберейін. Рахмет көп жаса. Айтқаныңыз келсін. Қысқасы көрші, балаңды тәрбиелі қылып өсірем десең, ақшаңды екесе аз, ал уақытыңды екесе көп жұмсаған жөн болар. Сөзің жаны бар, Ереке. Сен балаңды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер деген бар. Сондықтан да өзіңді түзе, бала саған қарап бой түзейді. Жә көрші, жүр, шай ішейік. Шақыр ана балаңды.